Мысалы қазіргі таңда біз бесіктің ағашы шырт әкеледі дейміз. Бесіктің ағашы шырт әкелмейді. Өйткені бесіктің ағашы деп сөйлемейміз, бесіктің сүйегі деп сөйлейміз. Және де байқасаңыздар, бесік шегесі жасалған дүние. Өйткені әке жатқан бесікке бала, бала жатқан бесікке немере жатсын. Және де келешекке жетіп жатса шөбере жатсын. Қазіргі таңда біздің әулеттерімізде әр келіннің астынан бесік келеді, бесікті секірте алмай жатқан жайлары бар. Сол себептен бесіктің сүйегіңді сатқың келмесе, үйде бесік жоқ болса, ер кісі өзі дайындау керек. Кеше біреулер айтып жатыр, егер егіз туса, сол әулеттің басқа балдары бар, сол әулеттен уақытша бесікті әкеліп пайдалану керек. Ал енді бесік ескірген жағдайда жай ғана май тамызып, ағарған тамызып, таза жерге өртеп, күлім бәрін бір түйіріне дейін қалдырмай жинап алып, ағаштың түбіне, адам баспайтын ағаштың түбіне апарып көму керек. Сол ағаштың түбіне көму себебі қайтып өрім бұтағым, бала шағам көбейіп, осы талдың жапырағындай болып өсіп өніп көгерсін деген мағынада болған. Ой, рахмет.